Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі сабағымыз оттық әдіспен жару кезінде қауіпсіздік талаптары. От өткізген шнурды алып, оның жану жылдамдығы нормада екенін көзін жеткізу. Жарқ етіп жанатын түтікшелер мен капсула детонаторлардың қатаң есептеу алу керек және зарядқа орнату алдыңғы ғана беру. Жарылатын зарядтардың жылжымай қалуын тексеру үшін есепке алу. Жарылмай қалған зарядтар есеп бойынша жарылыс болу керектігін есептеп, соны 15 минутке кеткеннен кейін ғана жақындауға болады. Жарылмайтын қалған зарядтарға жақындауға шнурды немесе зарядтардың жануы жоқ екендігін бақылау керек. Жанатын түтікшелермен жарылыс жүргізу кезінде оларды жандыратын жарғыштар саны, зарядтар арасындағы қашықтығына кету дистанция мен жану түтікшелер жану уақытына бір жарғышқа 5 түтікшеден артық жармауға болмайды. Байланыс анықталады. Жанатын трубалардың лаулануы алдында команда беру керек. Мысалы, дайындал деген сигнал берілгенде жарғыштар зарядтардың қасына тұрып жандыруға дайындау керек. Жандыруды команда сигнал бойынша жасау керек. Мысалы, атыңдар, лаулап жанғаннан кейін шегіңдер деген команда сигнал берілген соң шегінеді. Шнурдың жануына қалған уақыт жарғыштардың қауіпсіз жерге дейін жетуіне қалдыру керек. Осы команда сигнал бойынша барлық жарғыштар кетуі керек. Команда сигнал беру үшін жұмысты басқаратын басшы от өткізгіш шнурдың бақылау кеңістігіне жануды және уақыт бойынша анықталады. Жанатын түтікшелер жеке жандыратын жарғыштарды құбырдың жануына көзі жеткен соң команда сигнал топсай жарылысты жасауға болады. Жанбай қалған заряд өткізгіш шнурды қайтадан жандыруға болмайды. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.